Соңғы күндері қазақстандық әлеуметтік желілерде атышулы жаңалық тарап жатыр. Белгілі әзілкеш, шоу-бизнес өкілі Тұрсынбек Қабатовтың тоқалы деп айтылып жүрген әйел халықтан кешірім сұрады. Бұл оқиға ел ішінде үлкен резонанс тудырды. Бұған дейін желіде тараған бейресми ақпараттарда Тұрсынбек Қабатовтың тоқалы жайлы түрлі әңгімелер айтылып, қоғам арасында үлкен талқылау туған болатын. Көпшілік бұл жағдайды қабылдай алмай, сын айтып ашуын білдірген еді. Осыған байланысты Қабатовтың тоқалы Instagram арқылы видео үндеу жолдап былай деді: "Мен де адаммын. Қателіктерім бар. Бәріңізден кешірім сұраймын. Ешкімнің отбасына зиян келтіруді мақсат еткен жоқпын. Осындай жағдайға тап болғаныма өкінемін." Кейбір желі қолданушылары оны түсіністікпен қарсы алып, кешірім беруге дайын екенін білдірсе, енді бір бөлігі оның бұл әрекетін шынайы емес, жай ғана имидж сақтау деп бағалауда. Қабатов үн қатты ма? Тұрсынбек Қабатовтың өзі бұл жағдайға ешқандай ресми пікір білдірмеді, бірақ кейбір дереккөздерге сенсек, әзілкеш бұл жағдайдан қатты ыңғайсызданып жүрген көрінеді. Бұл жағдай нені көрсетеді? Қоғамда танымал адамдардың жеке өмірі үнемі назарда тұрады. Көпшілік олардың әрекетіне моральдық өлшеммен қарайды. Бұл жағдай соның дәлелі. Мен мынау дүйім жұрттан, дүйім халқымнан кешірім сұраймын. Себебі мен осы фильмнің шыққанына дейін үндемей отырып, арамызда қалады барлық нәрсе, барлық әңгіме тек біз келіскенбіз, арамызда болады деп. Енді мен жақтан қысым болып жатыр Мөлдір ханымнан. Енді ол қысымды Тұрсынбек те тоқтата алмай отыр. Және мен әрмен қарай шыдай алмаймын, себебі менің жұмысыма кедергі жасап жатыр. Барлықтарыңыздан кешірім сұраймын. Және менің үндеуіме Тұрсынбек те қарсы болған, бірақ менің жұмысымның тоқтап қалуына байланысты мен осы үндеуімді қара халқыма жіберіп отырмын. Біз негізі фильмді күткенбіз, сосын айтамыз деп.